Баршаңызды alyomedia.com жамааты атынан кіріп келатырған жаңа 2015 жыл менен құтлықлаймыз. Ассаламу алейкум азиз достар. alyomedia.com сайты ағзалары hamda bizde интернет арқылы тамаша қылып отырған бүткіл Қарақалпақ жастары. Баршаңызды кіріп келатырған 2015 жаңа жылыңызбен құттықтаймыз. Hamda бүгін alyomedia.com сайтында мейманда эстрадамыздың ажайып таланты қосқылары Қарақалпақстан, Өзбекстан, Қазақстан, Қырғызстан, Ұлымстан деп аталатын республикаларда қосқылар хитқа айланған ұстаз қосқышы эстрадамыздың ағай жұлдызы Алишер Алламберген. Аға, қош келіпсіз студиямызға. Рахмет. Ассаламалейкум, құрметті сайтымыздың ағзалары. Мен де кіріп келатырған сіздерді жаңа жыл байрамыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Рахмет, қош келіпсіз. Енді алдын ала келісіп алғанбыз, бірнеше сұраулар ықыласмендерден келіп жатыр. Сол сайтымыз ағзалары hamda ықыласмендеріңізден келіп түскен сұраулар. Бізден сұрау, сізден жауап дегендей. Демек, сұрауларды бастаймыз. Мархамат. Бірінші сұрау неге Аширов Ажинияз деген ықыласмендіңіз жазыпты. Сол Алишерға сізге үлкен табыстар тілеймін. Hamda қашан концертіңізді үнем етесіз деп концерт сұрап жатыр. Қашан беріледі дейді. Енді кеше жақында мақсат шоу сіздер өздеріңіздің концертіңізде сұраулар берілді. Не ол деймін, Құда қаласа 2015 жыл жаңа қосқыларымыз бар. Құда қаласа өздеріміз істеп жатырған амал болса 2015 жылы концерт береміз деген ниеттеміз. Құда қаласа. Демек Аширов Ажинияздың сұрауына жауап алды деп ойлаймын. 2015 жыл билет алса болады. Ал таярлана берсін деймін де етілі. Енді Бека фестивал деген лақаппен бізге сұрау жолдаған ықыласмендіңіз. Сәлем Алишер аға, сізге табыстар тілеймін депті. Мына қосқыларыңыз бар алмадым, мехрибаным деген қосқылар кімгедір арналған ба дейді. Бұл сыр болмаса кімге арналған дейді. Енді бір қосықтың өзінің тамыры болады, кімгедір арналған болады. Құрдан құры Илхам Оянбайды. Әлбетте олардың иесі бар. Әммесінің енді ол растанда сыр есапланады. Сыр? Әлбетте. Жігіт сыры десің. Жігіт сыры деген қос, сол сыр дегенге арналған. Сырланша қалған. Рахмет. Екінші сұрау бар екен, Бека фестивал лақабымен сұрау жолдаған. Қосқыларыңызға өзіңіз қандай бақа бересіз? Мысалы, сырттағылар бақа береді ғой, басынша. Өзіңіз қандай бақа бересіз қосқыларға? Мен өзім қосқыларыма енді туысын айтқанда өзім бақа бере алмаймын. Негізі бірінші нәубетті халық бақа береді. Мен де сол халыққа қарап, халықпенен бірге болып. Халық қандай бақа берсе, мен де сондай бақа беремін. Рахмет. Hamda мінекей Жеңіс Бакиров, ықыласмендіңіз Ахмет Еркебаев сізге жаңа жылда жаңа табыстар тілепті. Сол жаңа жылдармен құттықтаған. Енді Саламат Абдыразақов деген жігіт бізге бұлай сұрау беріпті. Енді дөретушілерде әркімде әрқилы уақытта илхам келеді. Сізге илхам қандай пайтта келеді? Орынды сауал болды. Енді кімгедір жолда келеді илхам, кімгедір түнде келеді. Маған енді көбінесе сол ярым ақшамларда түнде келеді. Үйге кеп болғаннан кейін ізіңізден келеді. Тойдан келгеннен кейін ізіңізден кеп келеді. Жүдә әжайып. Енді және Ринат деген тыңлаушыңыз сізге табыстар тілепті. Рахмет. Дауысыңыз жүдә ұнайды деп өзінің тілектерін білдірген. Жаңа жылда табыстар тілеп жатыр. Шоңайдан Ислам деген ықыласмендіңіз сұрау жолапты. Сіздің бар алмадым деген қосыңызды бірнеше қосқыштар алып айтады. Қайрат Нұртас, Диджи Миран, және қырғызша айтылды, түркменше. Сіз бұған қандай пікірдесіз? Сіздің қосыңызды алып айтып жатыр басқалар. Мен жүдә жақсы пікірдемін. Құдайға шүкір. Бір қосқышының қосығын екінші бір қосқышы айтып шықса, демек оның бір әуметілі шыққаны. Мен оған ешқандай қарсы емеспен. Мен қайта қуаныштымын олар. Мысалы, әр бір қосқышының өзінің жолы бар, жөнелісі бар. Әр қайсы қосқышы өзінің жолымен жүдә жақсы айтқан. Мен қуаныштымын олар. Мейрам 108-дің жолымен, Қайрат Нұртас Алматының жолымен айтқансың. Давам етеміз. Енді Бозатаудан Айнура деген қарындасымыз шығар, енді мүмкін ентимінде. Көбінесе жасылар кіреді ғой интернетке, соңышын айтып тұрмын. Бозатаудан Айнура деген ықыласмендіңіз сұрау жолапты. Алишер аға, жаңа жылмен құттықтаймыз, табыстар тілепті. Hamda сұрау өмірдегі арманыңыз. Орынды сауал жүдә. Әркімнің өзінің арманы болады. Сіздің әм өзіңіздің арманыңыз бар шығар. Енді мен өзімнің арманым қанекей мені еш уақытта бір илхамын тәрк етпесе.
Сол балалық кезіндегі, әркімнің бала кезінде өзінің арманлары болады. Мысалы, қосқышының өзінің дөретушілік жолында өзінің арманы еш уақытта өзінің ылқамын тәрк етпесе, жаңа қосқылар істеудің үстінде ылқам ең басты рөл деп ойлаймын. Ылқамын тәрк етпесе. Келесі сұрау Сақып Жамал Сырғабаева деген қарындасымыздың сұрауы. Әлішер аға, сіз жақсы көріп тыңдаймыз, hürmet қыламыз. Сізге сұрау, өзіңізге ұнамайтын әдеттеріңіз бар ма деп. Өзіңізге ұнамайтын тәріптеріңіз бар ма? Өзіме ұнамайтын тәріптерім кей уақытта еріншектілік тұтып қалады. Ең сол ұнамайтын тәріптер сол бірінші нәубетте еріншектілігім тұтып қалады кей уақытлар. Қалған ұнамайтын тәріптерді айтуға ерін тұрсыз қалады, еріншектілік тұр. Рахмет. Енді неге Ринат деген тыңлаушымыз, Айнура сізге табыстар тілеп жатыр. Енді аты жөнін айтпаған сұраулар келіп түскен да. Ассалаумағалейкум Әлішер аға, сіздің қосықтарыңызды есімді білгелі бері тани ма депті. Сонда 95-ші жылдардан бастап есін біліп бастағанда ол да. Сондай белгісіз инсан. 93-тен бастап есін таныған екен. Алдын сіз ударник ансамбльде ударник инструментінде отырғансыз дейді. Сол рас па дейді? Рас десек те болады. Себебі мен Рустам ударникте отырдыңыз ба? Мектепте ол дайрашылар ансамблі бар еді. Дайрадан бастағанмын ол негізінде. Кейін ең бірінші ойнаған инструментім ударник болған. Ударникте. Ударник инструментте ойнағанмын. Басты сол ансамбльге ең баста кіруімнің себепшісі сол ударник болған. Жігіт адам да, олар ұруға не қызғатты ya. Рустам деп. Рахмет. Екінші сұрау бар екен. Тимур Досшампен группашын болып шыққан уақытта Тимур Досшампен бірге солист едіңіз. Сол Тимур Досшампен дуэт айтуға қалай қарайсыз дейді. Әлбетте жақсы қараймын. Дуэт айтуға. Екінің дуэт айтуға қыз бола болса жүзде жақсы болады. Енді Берік деген ықыласменден сұрау жолапты. Сұраулар көп екен Беріктің. Бірінші сұрау, қазіргі күнде кімдермен істесіп жатырсыз? Қазіргі күнде істесіп жатқаным бұрынғы өзімнің кәсіптесім Файзаларды деп. Негізінде сонымен істесіп жатырмыз қазір. Басқа да балаларымыз бар. Достың ескісі жақсы деп сол Файзаларын жаздырмайсыз ғой не? Файзалармен келатырмын. Екінші сұрау, Шимбай қаласында концерт беруге қалай қарайсыз депті? Жақсы қараймын. Құда қаласа алдымдағы ниетлерім бар. Тек Шимбайда емес, Құда қаласа басқа районларда да концерт беру ниетім бар. Онdan алдын жаңа қосқыларым шығу керек, кейін соларды шығарып әлбетте концерт беру ниетім бар. Рахмет, ниетіңізге жетің. Енді Беріктің келесі сұрауы, жас үлкен қосқышылар енді бұрыннан тәжірибеге ие. Енді жастар арасында қайсы қосқышыларды көбірек тыңдайсыз? Сізге ұнайды оны? Ұнайтыны дейсі. Енді көбісі де ұнайды деп енді айта алмаймын, дұрысын айтқанда. Мысалы Арсланбек Асқаров бар, Байрам Пердебаев, Мақсет Болатовлар бар, Бауыржан Хамидуллаевлар бар. Және негізінде сүйіп тыңдайтын сол қосқышылар, Рахмет. Ең дәслепкі ұстазыңыз кім деп? Ең дәслепкі ұстазым музыкант олда Сағынбай деген ұстазымыз бар, Оразымбет, Шынбайлы өзі. Ол тек музыкант ба, емесі қосылым айтатын беді оқсам ба? Негізінде музыкант еді, аккордеоншы. Ең бірінші қолыма саз ұстатқан инсан Сағынбай Оразымбет, һәм де сол Сағынбай Оразымбетке үлкен даршылығын білдіремін. Енді Наурызбек деген ықыласмендіміз. Бұл Наурызбектің сұрауын оқып отырып, менен дұрыс сұрау екенін мен тән алдым да. Әлішер аға, сіз онша күліп жүргеніңіз көрмейміз, өмірде қандай инсансыз деп. Дұрыс айтқан, негізінде өмірде жүдә дым қатты қаймыз, енді ауыр басқа адамға өзі. Негізінде хамезат орны-орнымен айыр. Орнымен. Жаңағыдай, мынандай сұраулар болса күлемін дейсіз ғой, не? Рахмет. Ақсүңгүл атлы ықыласмендіңіз, сізде бір күнге жаслық дәуіріңізге, балалыққа қайту имканияты болса, қайсы дәуірге қайтқан болар едіңіз? Әлбетте балалық дәуіріне қайтқан болар. Қайсы, мысалы, балабақша ма, мектепте, мысалы, көшедегі жора жолдастармен? Бақшадағы кезлер өз алдына, мектепте кезлер өз алдына. Негізінде расын айтқанда мектеп дәуірлеріне қайтқанда. Мектеп, иә. Тіпті есімді біліп бастаған кездеріңіз, иә. Енді Азамат ісімді ықыласмендіңіз. Ассалаумағалейкум Әлішер аға, кіріп келе тұрған жаңа жылдарыңыз құтты берекетлі болсын депті. Сізге сұрауым,
Районларга качан концерт коесуз деп. Караөзөктөн Азамат экен. Жаңа гана айтып өткенде, Кудай кааласа, жаңа косукларым бүткөндөн кийин Кудай кааласа өзүмдүн арманым ушул Нөкстен башлап кийин 2015-жылдан башлап Кудай кааласа район. Bir kadar rayonların bağırgan deyip kelip mikrorayonlarga da biliyoruz koy. Hadi diyeyim. Rasul atlı klasmentiniz. Aliçaraga жаңа жылда кайтарыз деп күтүп алууду режелештирипсиз деп. План бар ма деп жаңа жылда. Жаңа жылда план өзүмдүн семья агзалары менен биргеликте үйдө күтүп алганды макул көрөм. Ар жылы өзүмдүн шаңырагым агзалары менен бирге. Шампанский, Албетте. палау, Devam etemiz. Bek isimli Bek lakabı menен bizge soroo jolaptı. Aliçaraga assalamu aleykum, sizge sorom. Эстрада косукчуларынан кимдерди жакшы көрүп турасыз? Бул жаңа берилди о суроо. Бек жаңа жообун алган болсо. Эndi келесі суроо Иzzet исимли ыкыласпендиңизден. Assalamu aleykum Aliçарага жаңа жылда табыстар тилейбиз деп. Тамды суроо. Сиз Шимайдан Нөкскө көчүп келди дейди. Сол рас ба дейт. Дурска ушул жылы Нөкскө көчүп келдик. Кудай кааласа, дөрүтүүчүлүк жумушту кайтаптын Нөкстөн башлайбыз. Келесі суроо Айзада деген карындашымыздан экен. Сизге күндүзгү убакытлары илхам келеме, косук дөрөтө эмесе түндөмө деп бул суроого багана жооп берилди. Өтө эмес, Айзадага рахмет. Аман исимли мынеке ыкыласпендиңиз. Aliçарага Yoka тамаша косугун ким тараптан hamda качан дөөрөгөнсүз косукчусуга билесизби депти. Азылга энди. Aliçарага эндиги сурообуз поезд аркылуу Алматыдан келген экен да. Азыл эми поезд эмес, интернет аркылуу Алматыдан жоллаган Айдана Алматыдан Айдана суроо жоллопту. Эң биринчи косук айтканыңыз, нечинчи жыл косук дөөрөткөнсүз эң биринчи? Hamda биринчи рет сахнага чыкканыңыз качан? Эң биринчи марте сахнага чыкканым, мисалы баягыда мектептерде санат байрамдар деген болот. Эң биринчи сахнага чыккан 8-класс. Санат байрамында, я? Санат байрамдарында. Дөрөтүүчүлүккө келсек, мисалы эң биринчи дөрөткөн косугум Ярың болайын атлы косук. Биринчи косугум сол. Нечинчи жылы чыккан? 1990-жылы чыкты. 90-жылы. 90-жылы Ярың болайын косук. Келесі суроо, мынеке Жаксым Кайыпбергенов исимли ыкыласпендиңиз экен. Aliçарага сизге табыстар тилеген, hamda бара алмадым косугун жаңы авызда айтып берүүнү илтимас кылыпты. Мархамат. Мен гитараны сатайын экен. Негизинде бара алмадым касыңа косугу. Эң биринчи гитара менен чыгарганбыз. Кийин аранжировка келет. Эстрада тарабында келген. Эң биринчи сол гитара менен чыккан, арканы гитара менен айтып берген. Онда мен косулуп айтып отсам дуэт болот, я? Албетте. Кимиз жулдуз болуп кетемин го, я? Демек, бара алмадым касыңа, кеттик. Muhabbat bağındadır Serağan bülbülüydüm Sulbağdağı kızıl güllerden Saylağanım sen yedin Sayrayın bülbül bulup Canım kapa gülüne Sağınarsın kosığımdan Kapa bulma süyen yarına Baramadım kasına Baramadım Uyamadım yüzüne canım Karap doyamadım Baramadım kasına Baramadım Sağınarsın Kaypa bulma süyen yarına Acayip. Gap болуу мүмкүн эмес. Эndi Aliçарага косуктун аты келиде бара алмадым да. Эгер бардым деген косук болгондо будан бетер хит болармы деп калай ойлойсуз? Бардым деген косук чыкканда бу дәрежеде бара алмадым деп хит болам дейт. Эмне үчүн? Сен баргандан кийин бара алмай жүргөн жакшы. Кызыклоо болобу? Эndi alonmedia.com сайты бүгүн сизди мейманга мурат эткен. Ошо сайт аркылуу, сайт агзаларына, калабылса интернет тармактары аркылуу бизди тамаша кылып отурган бүткүл Каракалпак жаштарына жаңа жыл байрам тилектерин билдирсеңиз мархамат.
міне елімізде осы сайт меймандарын, сайт ағзаларының барлығын кіріп келтірген 2015 жыл жаңа жыл байрамларымен шын жүрегімізден құттықтаймын. Өзімнің семьямның ағзаларының атынан еліміз абат болсын, еліміз тыныш болсын. Әрдайым осындай байрам кайфиятларында жүріп өруге тілектеспен. Байрамларыңызбен. Рахмет. Есіңіздеміз, бізбен мейманда эстрадамы жұлдызы Алишер Алданбергенов. Мінекей бұл рахмет. Алишер аға, қымбатлы уақытыңызды бөліп, сөйлеу үшін келгеніңізге рахмет. Жаңа жылды жақсы күтіп алың, табыстар тілейміз. Сізге де рахмет. Әлеумет медиа жігітлеріне де рахмет.